Hola amigos, сіздермен бірге N-Britos, қалайсыздар достар? Сіздермен бірге менің бәркесі сіздерді көргеніме көп қуаныштымын. Және де бүгін сіздерге арнап жаңа бейнеролик түсірейін деген ойым бар. Және де Волшебный дракон атты 2021 жылы шыққан керемет мультфильмді қысқаша түрде мазмұндамасын айтып беретін болам. Дайын болсақ, видеоларым ұнайтын болса, және тіркелмеген жаңадан келген подписчиктеріміз болса, міндетті түрде осылар видеоға лайк басыңыз. Егер тіркелмеген көретін болсаңыз, міндетті түрде тіркеліңіз. Ал мен көп созбай ақ қояйын, тездетіп видеоны бастайық. N-Britos қазақша сапалы контент. Шанхайдағы колледж студенті, ол кедей отбасынан шыққан және 10 жыл бұрын әкесі Ванг мырзаға қоныс аударған және қазір сәнді өмір сүріп жатқан өзінің балалық досы Линамен қайта қосылуды армандайды. Бір күні шабарман ретінде ай сәулесін түсіріп тұрған Динг бұйрық беруге келген қарт адам Дингге төлем ретінде шайнек береді. Одан сиқырлы айдаһар Лунг пайда болады. Лунг Дингге қожайынның, яғни шайнектің иесінің 3 тілегін орындайтын хабарлайды. Ол Динг оның ойыншы және соңғы қожайыны болады және оны құлдықтан босатып, рухани әлемге кіруге мүмкіндік береді деп қосады. Кейіннен Дингді Карман бастаған қарақшылар триосы қуып жетеді. Ван мырза оны сәтсіздікке ұшыраған ісін сақтап қалу үшін шайнекті әкелуге жібереді. Динг көзінің бірінші тілегін қарақшылармен күресіп қашу үшін пайдаланады. Келесі күні адам кейпіндегі Динг пен Лунг Линаның туған күніне келеді. Динг өзінің екінші тілегін айтады. Лина оны байқап, достық қарым-қатынасын жандандырады деп үміттеніп, бір күнге бай адам кейпінде уақытша көрінуге тырысады. Алайда оның туған күніне әкесінің келмейтіні оның көңілін қатты қалдырады. Дэн атын жамылған Динг Линаны жұбатып, Ван мырзаға бейне байланыс арқылы бірге түскі ас ішуді сұрайды. Лунг Дингке Линаның әлеуметтік-экономикалық жағдайының әртүрлі болуына байланысты оның жеке басын білген бойда оны тастап кететінін ескертіп қояды. Кездесу кезінде Динг Линаны өзінің жаңа мәртебесіне сәйкес әрекет ету туралы кеңес сұрайды, бірақ соңында Линаның көңілін қалдырады. Қарақшылар қайтадан Дингті қуып келеді, ал жігіт Линамен бірге өзі тұратын аймаққа қашуға мәжбүр болады. Динг Линаға оның кім екенін айтады және олар күннің қалған бөлігін Дингтің көршілерімен бірге өткізеді. Алайда Лина ақыры кетуге мәжбүр болады, өйткені оның аяқтауы керек нәрселері көп болады. Бұл Дингтің сезімін ауыртады. Сол түнде Динг құрметке ие болу үшін соңғы әрекетінде Лунадан оны бай етуді сұрайды. Лунг Дингке оның көз тірісінде бай және күшті лорд болғанын ашады. Оның билігі жалғыздық пен қасіретпен аяқталған және сиқырлы айдаһарға айналу арқылы өзімшілдік үшін құдайлардың жалғызланғанын айтады. Лунның сиқырлы айдаһар ретінде қызметі оған өмірдің мәнін түсінуге мүмкіндік береді. Ол өзінің бұрынғы барлық шеберлермен ешқашан қол жеткізе алмаған нәрсеге қол жеткізеді. Дингнің ізіне түскен Карман шайнекті өзіне алып Ван мырзаға опасыздық жасайды, ал сахна артында өзінің бірінші тілегін айтады. Оның қолы тигеннің бәрі алдыңға айналса, ол Ванды құрылыс алаңына лақтырып, Линаның көзінше өлімші етіп жаралады. Динг қарақшылардың соңынан қуып, Лунның арқасында Карманмен соғысады. Карман Дингті бұрышқа бұрып, оны алтын қолмен ұруға дайындалады. Бірақ Лунг оған кедергі келтіріп, оны да Карманды да алтын мүсінге айналдырады. Динг ай мүсінінің өзеннің түбіне батып кетуді сақтай алмай қалады. Ал алтын қалта көпірдің шетіне соғылып, көптеген алтын бөліктерге бөлініп кетеді. Лун рухани әлемге кіре берісте өзінің адамдық келбетін табады. Қақпадан өтуге азғырғандықтан қарамастан ол үшінші тілегін орындамағандықтан қақпа күзетшісінен Дингге қайтуын өтінеді. Күзетшісі келіседі, бірақ бір шартпен. Динг соңғы тілегін Ванг мырзаны емдеу үшін қолданады, ал Лунг жоғалып кетеді. Біраз уақыттан кейін Ванг мырза Дингтің анасы Сонг ханым тамақ дайындайтын мейрамхана ашады. Оған Динг мен Лина көмектеседі. Динг Лунгқа өмір сүрген шайнекке ұқсас шайнекті тауып алып, айдаһарды шақырады. Лунг Дингке оның жерге оралуының жалғыз шарты тағы да оның шеберге қызмет ету керек екенін айтады. Аймен қоштасып, Динг шайнекті вагонға салады. Оның мультфильмнің басында Дингге шайнекті берген баяғы қарт кісі айдап келеді. Достар, осымен видеомыз соңына жақындап қалыпты. Видео ұнаған болса, міндетті түрде, тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы N-Britos.